Мынау Ши Цзиньпин Қазақстанға баратын болды, ойбай бармайтын болды, ойбай баратын болды. Мен неше күннен бері мына Американың журналистері де, саясаткерлері де миымды ашытып жіберді. Сосын қайсы күні әзілдеп жақсы өтетін бір журналист бар еді. Ши Цзиньпиннің өзінен сұраңдаршы деп, мен қайдан білем атаған нәлет. Ши Цзиньпин маған Қазақстанға баратынын маған айтады ғой дейсің бе? Оны не Тоқай біледі, Ши Цзиньпин біледі. Сөйтсек олар айтады, біз Қазақстан әуежайынан анықтағанымыз бойынша Астана әуежайы кәдімгідей жоғарғы деңгейде сақтық шарасына көшкен. Олар өстіп маңызды қонақ келетін кездегі кәдімгідей қауіпсіздік шараларын іске асырып жатыр, сондықтан Ши Цзиньпин келетін сияқты дейді. Оны мен айтамын, олар әртістік істеп, кәдімгі тапсырма берді, сөйтіп Ши Цзиньпин шынайы Қазақстанға баратын сияқты сондай бір жалған жағдай жасап қойыңдар деген шығар десем, ол да мүмкін дейді. Енді бірі жаңа Ши Цзиньпин Қазақияға барады деген ақпаратты Ресей ақпарат агенттігі таратты, бірақ Қазақстанның ресми сыртқы істері таратпай отыр дейді. Мен айттым, оны мен білмеймін. Ал енді бұл жерде Ши Цзиньпиннің Қазақстанға бару бармауы қаншалық деңгейде маңызды. Бұл қаншалықты деңгейде маңызды әңгіме. Барса не бопты, бармаса не бопты, Тоқайдың қолын қысса не бопты, қыспаса не бопты, екі қанышер бірін-бірі ой бауырым деп бас салып, сүйсе не бопты, сүймесе не бопты, кезіксе не бопты, кезікпесе не бопты. Неге бұған батыстың журналистері мен саясаткерлері соншама қызығып отыр? Ал Қазақстан тарап неге бұны келетін құсап, мен әуежайда ашық түрде сақтық шараларын іске асырып, кешемі алдың күні Қытайдан арнай делегат Астанаға барып, ол делегат арнай түрде мына жоғары лауазымды басшылар бір жерден бір жерге жаңа саяси сапармен баратын кезде ол қайда барады, қайда тұрады, қанша адам күтіп алады, мына жерден 5 метр анда жүріп, сосын 5 метр қызыл кілем былай жайлама, қару жарақ қайтеді, жаңа бүкіл айналасында қандай биік ғимараттар бар, ол биік ғимаратта жау тараптың снайперлері, жаңағы мергендер орналасып қалған жоқ па, қай жерде жаңағы өтім жерлер бар, қай жерде қандай жол, қанша километр жүріп, қай жолдан қалай бұрылып қайтып Тоқайдың резиденциясына барады, ол жолда жаңа қауіпті жерлер жоқ па, әрбір жерде жаңа қадағалайтын кілтең жерлер жоқ па, оның астынан газ құбыры өтетін жер бар ма, мысалы газ тура сол Шидің машинесі өтетін тұстан барып, ана газ құбырды жарып жібермей ма деген сияқты бүкіл жолдың асты үсті төбесі, қысқасы оның бәрін ескеп отырып, сантиметр, миллиметрін тергеп тексеріп отырып істейтін сондай команда болады. Ол жерде жаңағы өтірік ыржың етіп, жаңағы мысалы бәленбай адам күтіп алады, түгенбаймен қол алсады, ананың қолын битіп 1 минут сілкейді, ананың қолын 2 минут сілкейді, оның бәрі есепте өлшеліп қояды. Әне жердегі сөз журналистер келе ма, сол жерде қарапайым сөз сөйлеу бола ма, қанша журналист кеп, қанша камера түсіреді, ол камераның бәрінің сақтық неменесі бар ма? Қысқа соның бәрі сүзгіден өтеді ғой. Енді сондай команда Қазақстанға, Астанаға келіпті дейді. Яғни алдын ала сол бүкіл жолды жүріп, сол тексеріп, жаңағы сценарий бойынша анау ұшақтан түседі, сол ұшақтан түскенде кіммен қол салысады, қаншадан болады, міне жерде қорғаушы болады, міне жерде оққағар, міне жерде журналист болады, мынаумен 20 секунд, анаумен 15 секунд сөйлеседі, сода міне жерде арнайы жаңағы зымыран атса да іштеңке болмайтын көлік болады, ол көліктің ұзындығы 12 метр болады, оның алдында мұндай жаңағы көлік қорғап жүреді, мына жерде мотоцикл жүреді, мына жерде қазақтың оққағары, мына жерде Қытайдың оққағары болады, айналада бәлен метр жерде бәлен биік метрден асқан жаңағындай мұнара ғимарат болмау керек, оның төбесінің бәрінде снайпер орналасады, соны зерттейтін, бақылайтын команда кеп қойыпты. Ал енді осыншама нәрсе неменеге сырлы болып отыр. Шидің соншама бір бару, әдетте ойбай Байден Жапонияға, Кореяға барады екен, Нэнси Пелоси Тайванға барады екен, болды, айғайлап тұрып барады. Бұнікі немене сонша сырлы болып тұр? Бұл жерде өте маңызды ақпарат айтылады. Тыңдаңыздар. Бірінші, Шидің Қазақстан бола ма, басқа бола ма, кез келген бір елге саяси сапары ол үлкен символдық сипатқа ие. Себебі мына октябрьдің ортасында Қытай компартиясының 20-шы құрылтайы болғалы жатыр. Енді осы Қытай компартиясының 20-шы құрылтайы міне келесі айда, қазан айында болады. Осы октябрьде болатын осы құрылтайда бұл сұмырай 3-ші мәрте тағында отыра ма? Әсілі заң бойынша 2-ақ мәрте отырады. Бірақ бұл ол заңды өзгертіп тастады. Әсілі бұл мұрагерін алдын ала бекітіп, оны күні бұрын дайындап қою керек еді. Оны түрмеге тығып қойды.
Енді осы 20-шы құрылтайда бұл 3-ші мәрте ресми түрде сайланып, ресми түрде бекітіліп, қайтадан Компартияның бірінші хатшысы, қорғаныс жаңағы комитетінің бірінші төрағасы, мемлекеттің бірінші төрағасы болып осы үш билікті қолына алып, бұл сұмырай отыра ма, отырмай ма? Октябрьде белгілі болған тұр, келесі айда. Ал бұның ортадағы мынау Қытайдың бейресми қазіргі қызметтегі және қазіргі қызметте емес, бірақ бұрынғы қызметте болған алпауыт байлары, алпауыт саясаткерлері, жаңағы маңызды тұлғаларының бәрінің жаңағы бейресми алдыңғы жолы күзде осы бірнеше уақыт бұрын болып кеткен Бейдейқы жиналысы деген жиналыс болды. Ол жерде өте қатаң түрде жиналыс болды. Ол жиналыс мысалы ана партияның ресми құрылтайынан бұрынғы ресми құрылтай болады. Яғни сол жиналыста бұлар ақылдасып бәрін шешіп қойып, тек ана құрылтайда шоу өткізеді. Енді бұл жиналыста Ши жеңді ма, жеңілді ма? Анау Қытайдың премьері орнынан кете ме, кетпей ма? Ши түсіп ол шыға ма? Жоқ, Ши да түспей, ол өзінің жаңағы үш құқының біреуіне екеуін оған бере ма? Ешкім білмейді, дүние жүзінде білмейді. Бұл дүние жүзінде бұл бір сырлы саяси жүйе, жабық жүйе, ешкім білмейтін, қырылса да өлсе де тек өз ішінде болатын, жаңағы дымын шығармайтын, ең соңғы шешуші сәтке бармай, не өз тарапы, не жау тарапы да жаңағы бір сыртқа ақпарат шығармайтын, бұл бір сұмырай секталық, кландық, радикал, фундаменталистік, коммунистік жүйе болып отырған. Ал Шидің сапары егер іске асса, онда ол партияның ішкі жағындағы клан аралық, топ аралық бүкіл қайшылықты шешіп, енді алаңсыз түрде шетелге шыға алатын мүмкіндігі бар. Яғни ол шетелге шыққанда артта жаңағы өрт кетпейді, ол сапармен барғанда үйіне ұры түспейді, ол шетелге шыққан кезде саяси өзгеріс болмайды деген сенімділіктің белгісі. Сондықтан Ши мейлі Сауди Арабияға сапарлай ма, Индонезияға сапарлай ма, жоқ Қазақстанға сапарлай ма, Өзбекстанға барып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиналысына қатыса ма, қатыспай ма, бұның маңыздылығы осында тұр. Яғни алдыңғы жолғы партияның ішкі кланаралық жиналысында, Бейдейқы жиналысында кім жеңді? Қай клан жеңді? Қай топ жеңді? Бұның таққа отыратыны расталды ма, мойындалды ма, жаулары мойындады ма, ымыраға кеп қол алысып, жеңгені жеңдім деп, жеңілгені жеңілдім деп, мына қызмет, мына тақ сенікі, мына байлық сенікі, мына миллиард сенікі, мына триллион менікі деген ең соңғы айқас бітті ма? Бұл осы жолғы сапарға келу келмеуіне қатысты болып отыр. Сапарға кел алды, мейлі Саудияға барсын, мейлі Индонезияға барсын, мейлі Қазақстан, не Өзбекстанға барсын. Бұл өз мемлекет территориясынан аттап шықты деген сөз, бұл жеңімпаз деген сөз. Бұл бітті, енді алдағы 10 жылда Қытайды билейтін дара билеуші патша осы деген сөз. Ал бұл сапарға кел алмаса, демек клан аралық ішкі қақтығыс шешілген жоқ. Енді қысқасы әлі әңгіме шешілген жоқ. Әлі бұл қорқат деген сөз. Себебі бұл сұмырай 3 жыл бойы өзінің анау үңгірінен шықпай отыр. 3 жыл бойы аттап шетелге шыға алмай, 3 жыл бойы отыр. Барар жер, басар тау жоқ болып отыр. Енді бұл жерде көп адам ойлайды, ой, шетелдің басшылары шетелге шыға береді ғой, бұл қалай? Бұл дара билеуші диктаторлық ел ғой. Байқайсыздар ма, мысалы Назарбаев кезінде? Ар жолы Қазақстанда бір ереуіл, наразылық, халықтың бір шеруі, со сияқты нәрсе болғанда Назарбаев сақ етіп сондай кезде шетелде жүре қалады. Сөйтіп ішкі жақта ол тынышталғанда Назарбаев сақ етіп келе қалады. Не Қытайға бара қалады, не Дубайда жүре қалады. Сөйтіп жаңағы ереуілдер, бәле, бүліктер басылған кезде бар Назарбаев келеді. Себебі Назарбаев өте қорқақ адам. Екі көз алақтап битіп отырғаннан ақ, түлкі көзінен ақ оның өте жаңағы жаны тәтті, өте бір нөлде миллионнан бір 0,00000 бір қауіпке де бас тіге алмайтын сондай қорқақ адам. Тіпті біреу оған қараған көзқарасынан күдіктенсе, оның басын шауып тастайтын залым, тиран екендігін білуге болады. Ал Ши де сондай. Сталин де солай. Сталин де анау екінші дүниежүзілік соғыста Америка мен Англияның басшысы Рузвельт пен Черчилльмен болатын жиналыста аттап баспай шетелге, сол кездегі жаңа нейтрал ел Иранның Техранына ғана бір жиналысқа барады, Тегеранға. Сосын енді келетін болсаң Сочиге кел, келмесең соғысыңда қақым жоқ дейтіндей болып Сочиде күтеді. Рузвельт пен Черчилльді Сочиде күтіп алады. Сочи деймін, жаңағы Ялтада.
Ялтада күтіп алады. Мынау Оспан Батырдың тағдыры, қазақтың тағдыры, ұйғырдың тағдыры, бүкіл Шығыс Еуропаның тағдыры, бүкіл Шығыс Азияның тағдыры, Қытайдың тағдыры, Вьетнамның тағдыры, Камбоджа, Лаос, Мьянмардың тағдыры, екі Корейдің тағдыры сол кезде сол Ялтада шешіліп қойылды. Яғни ол кезде Америка мен Еуропа Сталинге былайша айтқанда жол берді. Ымыраласты, мынау сенікі, мынау менікі дескен болады. Сол кезде де ол шетелге шықпай қойды. Ал Мау кезінде, Мау өмірінде бір-ақ рет шетелге шыққан, Мау Совет одағына келеді. Және оған келгенде де пойызбен келеді. Вагон жаңағы шөп шалағын тиеп алып келеді. Ал Мауды негізінде Сталин, оның кейбір сөздерінен, кейбір пиғылдарынан Сталин қорқып, Мауды үйғамаққа алады ғой қысқасы.